Ресейдің Пермь қаласында өткен халықаралық футбол турнирінен елордалық жасөспірімдер чемпион болып оралды. Жеңімпаздарды әуежайда ата-аналар мен жанкүйерлер салтанатты түрде қарсы алды. 8-11 жас аралығындағы балалар қатысқан додада қазақстандықтар 12 команданың ішінен топ жарып, ел туын биікте желбіретті. Біз осы Пермь қаласынан губернатор кубогінен аттанып келдік, және де ол турнирда чемпион атандық. Алдыңғы жылы біз сол турнирға барып, 1-4 финалынан Рубин командасынан ұтылып қалғанбыз. Бұл біздің екінші жарысымыз, бір жыл өтіп, дайындалып, осы жарысқа барып чемпион атандық. Жасөспірімдер арасында өткен халықаралық турнир талай дарынды футболшының басын қосты. 6 күн бойы жасыл алаңда Ресейдің үздік командалары мен жақын шетелден келген 48 ұжым өзара бақ сынасты. Біз Пермьда бірінші орын алып, жеңіп қайттық. Ол Пермьда бізде 12 командалар болған. Өз мықтымызды көрсетіп, бірінші орын алып, Қазақстан туын желбіретіп келдік. Команда алдағы уақытта тағы бірнеше халықаралық жарысқа қатысуды жоспарлап отыр. Жеңісті дәстүр жалғасып, жас спортшылар биік белестерді бағындыруға дайын. Дильназ Еркінбекова, Баласоғын Тоқтамыс, Спорт Ревью.